олармен қай кезде дұрыс шешім қабылдауды да өте жақсы білген, мықты саясаткер, терең саясаткер болғанына өзім көзім жетті. Және үшіншісі, ішкі саяси алауыздықтың тақ үшін күрестің елдің әлсіреуіне себеп болғанын ұқтым. Сол бір кезде Тұрсын ханның да тақ үшін күресі ол өз бауырына, өз ағасына қарсы шығумен баяндалады. Сол кезде қатаған қырғынын жырлап өткен болатын. Сол уақытта, сол кезде және де тағы да айта кететіні, өз тақ деп таққа талас арқылы Әбілқайыр ханның Аңырақия шайқасынан соң бөлініп кетуі, бір-біріне деген бойсұнбауы, және де соның барлығы келе қазақ хандығының сол патша үкіметі Ресейге қарап, Ресейге қарай өз әлсіздігін көрсетіп қоюы осы ішкі алауыздықтың, тақ үшін күрестің елдің әлсіреуіне бір үлкен себеп болғанын көрсетеді. Төртінші жаңалық, қазақ қоғамының заңдары, дәстүрлері, билік жүйесі өте терең әрі әділетті болды. Қазақ қоғамының заңдары, дәстүрлері, жаңа айта кеткендей, 7 жарғы бойынша заңға қарап, дәстүрлері әлі де мықты десек те болады, салт дәстүрлері. Билік жүйесі де өте орасан зор болған, өте әділетті шешім қабылдаған, сондай бір дау-дамай пайда болған жағдайларда өте бір өздерінің, билердің өзі де, жыраулардың өздері де, шешен адамдардың өздері, ақсақалдардың өзі сондай бір дұрыс шешім қабылдау арқылы бүкіл бір мемлекетті баланста, яғни қалыпты жағдайда ұстай білген елдің дәстүрлері, сондай мықтылығы қазірге дейін жеткен болатын. Сондай патша үкіметінің сол кезде қысымы болса да ел дәстүрін ұмытпай қазіргі таңға дейін жетті. Соған осы 4 жаңалық мен үшін бір маңызды жаңалықтардың бірі болды. Мен үшін көзге түскен, жүрегімде бір ерекше орын алған танымдық жаңалықтардың бірі болып табылады. Ұнаған үзінділерге келетін болсақ, Абылай ханның мына жерде бір даналығын түртіп өткен болатынмын. Қан төгілмей шешілетін мәселе болса, алдымен соны тыңда, себебі қан тек жаудың емес, халықтың да қайғысы деп айтады. Қан төгілмей шешілетін мәселені алдымен осы жерде Абылай ханның бір көрегенділігіне, қандай ақылдылығына, және бұқар жырау арқылы ондай қандай мықты деңгейге жеткеніне, өзінің бір тума бір санасы өте жоғары адам екеніне көзім жеткен болатын. Осы тұсы Абылай ханның өз менталитеті, ұстанымы маған өте қатты ұнады. Қанмен емес, ақылмен де шешетін жағдайлар болады. Ол елге бір ешқандай жамандығын тигізбей, қасіретін тигізбей, қайғысын тигізбей, сол мәселені қан төкпей-ақ бір дипломатиялық келісімге келу арқылы шешуге де болады деп айтады. Және де бұқар жыраудың сөзі де өте қатты ұнады, түртіп өткен болатын. Ханның құны халықпен өлшенеді, хан ақылға жүгінбесе, халықтың көз жасы жібермейді дейді. Ханның да бәрібір оны арандатушылар болады. Қандай хан болса да, өте ақылды болса да, қандай қызу қанды болса да, ханға әрқашан арандатушылық болады. Ол билік деп жанын беруге дайын адамдарды да сол кезде көреді. Хан тек қана оған қарап қана қоймай, өзіне бір жүрегіне сенімді серігін таба білу керек, кеңесші таба білу керек. Абылай хан мен бұқар жырау секілді. Хан ақылға жүгінбесе, халықтың көз жасы жібермейді дейді. Хан ақылға жүгінбесе, халық әрқашанда оның қасіретін байқап, ел прогресс емес, деградацияға ұшырай бастайды. Үшіншісі, Әбілқайырдың өкініші болып табылады.
тақ үшін күрес жүріп елден айырып қалдым ба деп соны байқауға болады. Сол кезде кіші жүздер Әбілқайыр ханның ресей патшалығына, патша үкіметіне сенуі осы бүкіл халықтың сол Ресей патшалығының үлкен бір қысымына алып кеп тастай салады, алып кеп тудырады. Сол кезде өз өкінішін білдіреді. Тақ үшін күреспей-ақ сол кезде бір-бірімізге бойсынып, бірге бір ел астында, бір шаңырақ астына жиылып, осы 300-ге бөлініп кетпестен, 100 бөлінбестен, бір қазақ болып бір жиылсақ, осындай болмас па еді деп өзінің өкінішін білдіреді. Бұл жерде бұл үш тұлғаның да мен үшін бұл шығармада менің тарихи санама, тарихи ой санама бір үлкен бір түрткі болған жағдайлардың бірі болып табылады. Олардың өз сөздері, шығармадағы үзінділері осы менің тарихи ұстанымыма, тарихи ойыма да үлкен бір септігін тигізді. Өйткені осындай тұлғалар біздің халқымызда бір қандай еліміздің басын құрып кеткен болатын осындай тұлғалар пайда болды. Осындай тұлғалардың арқасында еліміз ел болды. Солардың септігі арқылы менің де тарихи ойым қазақ хандығының қандай мықты мемлекет болғанына көзім одан сайын көзім жетуіне септігін тигізді. Шығарманың бір сондай Ілияс Есенберлиннің шеберлігімен өзінің қандай әрбір терең мағынадағы сөздер арқылы осы тұлғаларды толықтай тануыма және қазақ хандығының мықты мемлекет болуына көзімді жеткізіп отыр. Кітап оқыған кездегі әсерім. Кітапты оқығанда мен тарихтың сондай бір ауырлық кезеңдерін сезіндім. Қазақ хандығын қандай қиын сәттерден өтті, қатаған қырғыны, Жәңгір ханның бір Жәңгір ханның сол кездегі сондай бір ақылдылығының арқасында сол кездегі бір тактикалық айлас шеберлігінің арқасында сол кезде қалмақтарға, жоңғарларға қарсы өзінің бір айлас шеберлігі арқасында сондай аз қолмен болса да оларға тойтарыс беруі бір жүрегімде бір патриоттық сезімді одан әрі дамуына септігін тигізді. Және Жәңгір хан ол тұлға және де мен үшін бір аңыз ретінде яғни айтып жатады кумир ретінде де санауға болады деп есептеймін.